Қайырлы күн менің көрермендерім, мен сіздерге кальций витаминінің жасалу жолын көрсетемін. Осындай жұмыртқаның қабықтарын тазалап жуып аламыз 2-3 қайтара. Әрқайсысын біртіндеп жуып аламыз. Осы ақшаны құртпай-ақ витаминдерге осы кальцийді тазалап жуып, күнде аш қарынға бір шай қасық ішіп алсаңыз, бірден бір ем осы. Буынның қақсағаны, тізенің, аяқтың ауырғанына ішсеңіз, өте пайдалы. Және гүлдерге, мысалы, огород ексеңіздер де, огородқа тастап жіберсеңіздер, осының бәрі витамин. Біз жұмыртқамызды тазалап жудық. Енді майлықтың үстіне осылай кептіріп қоямыз. Шетінен осылай суын ағызып аламыз, сосын сүртеміз. Болмаса фенмен кептірсеңіздер де асығыс, болмаса жайып кептіріп алсаңыздар да болады. Мен қазір бір 10 минут жарты сағаттай кептіремін. Сосын майлықпен сүртіп, жұмыртқаны әбден сүртіп алам. Сосын духовкаға салып кептіріп алам. Құрғақ болу керек жұмыртқаның қабығы. Сөйтемді майда етіп сындырып блендерге салып айландыра берем. Әбден өзі талқандалып болғанша айландыра береміз. Мен сіздерге үй жағдайындағы кальций витамин жасалу жолын көрсеттім. Сіздер де осылай жұмыртқаны лақтырып жібермей қабығын іске жаратуға болады. Болмаса гүлдердің түбіне салсаңыздар, огород ексеңіздер, огородтың жанына салсаңыздар болады. Сіздерге дайын лайфхак. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осындай майда ұнтақ болды. Аш қарынға күнде таңертең бір қасықтан ішіп алыңыздар. Менің лайфхакым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.